Семіз адамдар неге ырсылдап жүреді, әрқашанда ауа жетпей ентіге береді. Былай қарап отырсаңыз, адам туылған кезінде өкпесі сол ағзасына сәйкес оттегі беретін мүмкіндігі бар. Адам демалғанда көбісі ойлайды, біз өкпемен демаламыз деп. Негізінде өкпемен демалмаймыз, өкпені контролировать ете алмаймыз. Сол себептен бізде көгет бар. Кеуде қуысы мен іш қуысын бөліп тұрған. Ол диафрагма дейді. Сол диафрагма төмен түскен кезде вакуум сияқты өкпеге ауа кіреді. Сол диафрагма көтерілген кезде ауа шығады. Ол бұлшық. Мысалы, қарап отырсақ, шприцтен диафрагма болатын болса, төмен түскен кезде ауа кірді, көтерілген кезде ауа шықты. Семіз адамдардың ішіне май басып кеткен кезде, қарны шыққан кезде диафрагма көп төмен салмай қалады. Сол себептен осынша ғана ауа кіреді, ал осынша ауа мынандай ағзаға жетпейді. Сол себептен әрқашанда оттегі жетіспеген соң адамдар ырс етіп ентігіп жүреді. Бұның қандай асқынуы бар десеңіз, жүрекке әсер етеді. Жүректе май басады, тамырлар бітеліп, кейін жаман жағдайға алып келуі мүмкін. Ол адамдарда қан қысымы ауруы немесе қант диабеті ауруы да содан пайда болады. Сол себептен көп көкөніс жеңіз, және де полуфабрикат емес таза табиғи ет жегендеріңіз жөн болады. Ауырмайсыздар, аман болыңыздар.